Бұл қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандық. Бұл мамандықтың ерекшелігі балалармен жұмыс істеу. Ал балалардың жаны таза, кіршіксіз болады. Оларды жақсы көрмеу мүмкін емес. Сабақ үстінде балалармен бірге әңгіме айту, ойын ойнау, тіпті жұмбақ жасырып, мақал-мәтелдер жарысын өткізген қызық. Әр күн сайын жаңа нәрселер үйреніп, үнемі даму қажет. Ұстаз болу тек білім беру емес, сондай-ақ оқушылардың дүниетанымын кеңейту, оларды өмірге дайындау. Менің ұстаздық жолымда ең маңыздысы әр оқушының жүрегіне жол табу, олардың сеніміне кіру және сол арқылы білім беру. Қазақ тілі мен әдебиетіне деген сүйіспеншілігім мектеп қабырғасынан басталды. Мектепте ұстазым Жамал апайдың сабағын қатты ұнатушы едім. Ол кісі бізге үнемі әдеби кітаптарды көп оқуға кеңес беретін. Ол кезде қазіргідей интернет жоқ. Біз кітапханаға барып әдеби кітаптарды алып қызыға оқитынбыз. Ұлы ақын жазушыларымыздың шығармаларын оқыған сайын олардың әр сөзінен терең мағына тауып, тілдің қуатын сезіндім. Әдебиет арқылы мен тек сөздермен емес, рухани әлеммен де байланыс орнаттым. Жақсы мұғалім бұл тек білім беруші ғана емес, сол біліммен қоса шәкіртінің жүрегіне жол таба білетін адам. Ол өзін шын сүйетін, әр оқушының жанын түсінетін, оларды шабыттандырып, өмірге дұрыс бағыт беретін адам. Шәкіртсіз ұстаз сұлу деп бекер айтылмаған. Ұстаздың ең үлкен мақтанышы оның шәкіртінің жеткен жетістіктері мен өмірдегі орын табуы. Жақсы мұғалім өз шәкіртінің өміріне тек білім ғана емес, ізгілік, даналық және махаббат сыйлайды. Міне кеше ғана оқушым Цой Алина, 10 класс оқушысы, республикалық пәндік олимпиададан топ жарып шығып, жүлделі 3-ші орын иеленіп жатыр. Қазіргі таңда мұғалімдер үшін ең басты кеңес ұстаз әрқашан өзіне деген сүйіспеншілікті сақтау және шәкірттеріне шынайы қамқорлықпен қарау керек. Білім беру тек пәнді оқыту емес, шәкірттің жүрегіне жол табу, оның дамуына ықпал ету. Өзіңді дамыту шынайы білімнің бастауы. Әр ұстаз үздіксіз ізденіп, өз білімін жетілдіріп отыру керек. Өз тіліңді құрметтеу, өз халқыңды құрметтеу деген ұстаныммен қазақ тіліне деген құрметті бала кезден қалыптастыру керек. Бұл үшін мектептерде тіл мерекелері, әдеби кештер, түрлі тілдік ойындар, шығармашылық жобалар ұйымдастыру арқылы оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру керек. Әр оқушыға қазақ тілінің байлығын сезіндіру, оның ішінде жатқан поэзияны, прозаны, мақал-мәтелдерді үйрету арқылы тілдің құндылығын ұғындыру керек.